жақсы қадам. Бізде мына жасыл кнопка қосылды ғой қазір, создать батырмасы. Осы уақытқа дейінгі бізде бүкіл настройкаларын дұрыстап алдық. Бизнес менеджер ашып, рекламный аккаунт аштық, создать етіп, мынаның барлығын қосқаннан кейін жарнама жіберуге кірісеміз. Выберите цель дейді. Яғни бізде мына жерде 11 түрлі цель бар. Бірінші мына узнаваемость, рассмотрение и конверсия деп тұр ғой. Осы үшеуінің арасында біз ең көп қолданатындарымыз трафик, вовлеченность, генерация лидов, сообщение и конверсия. Ең көп қолданатындар осылар. Ал олардың ішіндегі ең көп керегі бізге мына трафик бөлімі. Яғни осы трафикті жақсылап үйреніп алсаңыз, мына қалған цельдермен жұмыс жасау қиын болмайды. Ең бірінші трафикті жасау үшін продолжить. Міне, осы жерге біз өзіміздің названиемізді жазып аламыз. Бізде қазір обувь Алматы болғандықтан сол атауды жазамыз мына жерге. Обувь Алматы. Обувь Алматы 1 деп қойсақ болады бұл жерге. Себебі біз қазір сегментке бөлеміз. Сол кезде өзімізге ыңғайлы болу үшін 1, 2, 3 деп бөліп алсақ болады. Мына жерге біз мына категорияға тиіспейміз. Цель осымен тұрады. Бізде аукционный системамен жүреді деп айтып жатқанымыз мынау. Түнде сағат 12 мен 1-дің арасында таргетті жіберу тиімді болады, себебі ол аукционный системамен жұмыс жасайды. Ары қарай түскен кезде АБ тестирование дейді. Бұны мысалы Facebook'та көптеген реклама мысалы жіберген кезде өзінің алгоритмі тауып алады ғой. Оны АБ тестирование дейді. Бірақ біз оны вручной жасаймыз. Яғни қолмен өзіміз қай рекламаны қанша фото жібереміз, қанша видео жібереміз, өзіміз жасайтын боламыз. Сондықтан бұл процесті өткізіп жібереміз. Мына жерде оптимизация бюджета компания деп тұр. Бұл бізге не үшін керек? Мысалы, реклама жіберген кезде $10 жұмсайсыз ба, $5 жұмсайсыз ба, және одан бөлек ары қарай біз қазір мына обувь Алматы деп тұр ғой, мына көк жазылып көрініп тұр, а мына жерге жіберген кезде міне обувь Алматы 1 деп тұр. Объявление. Яғни бұл жерде обувь Алматы 1, мына жерде группа объявление 2 и мына бір рекламу деп тұр ғой, мына жерде одна реклама деп. Бұл уже біз өзіміз шатас кетпеу үшін жазып алдық 1 деп, сол жерде распределять етеді. Яғни жіберген біздің ақымызды өзі қай рекламный аккаунттың фотосы жақсы кетіп жатыр, соған апарып құятын болады біздің ақымызды. Яғни біздің жасаған бюджетті $5 жіберсек, мысалы, сол $5-дың $1 болса да, $2 болса да, қай фотода адам көп көріп жатыр, соған құятын болады. Сол үшін бізге бұны қосып қою маңызды. Дневной бюджетті қосуға болады, не болмаса 3 күнге, 5 күнге жіберетін болсақ рекламаны, ондай жағдайда бюджет на вес срок деуге болады. Бірақ біз 1 күндікті қолданатын болсақ, 1 күнге біз мысалы $5 қолдануға болады. Енді міне далее кнопкасын басамыз. Міне төмен жақта көк батырма. Міне, енді мына жерде бізде обувь Алматы 1 деп тұр ғой. Мына мишканың көмегіне қарасаңыздар, екінші астында новая группа объявление деп тұр. Оның астында тағы да новое объявление деп тұр. Бізге яғни керегі мына жерде өзімізге керекті